айының соңғы жексенбісі бұл әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Бұл мерекеде біздер жыл сайын салтанатты шара ұйымдастырамыз. Бұл мереке қарсаңында, осы қазан айында бізде әлеуметтік қорғау саласында адал және көп жылдар қызмет еткен қызметкерлеріміз, мамандарымыз марапат иелері атанады. Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасында 7 ауданда және қалада бөлімдеріміз бар. Енді жалпы біздің осы облыста 500-ден астам әлеуметтік қызметкерлер жұмыс жасайды. Ол жерде үйден оқыту, үйден қызмет көрсету бөлімшелерінде, сонымен қатар бізде басқармаға қарасты арналы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары бар. Соның ішінде мүгедектерді оңалту орталығы бар. Осы айтқан мекемелерде жаңағы айтқан 500-ден астам әлеуметтік қызметкер мамандар жұмыс жасайды.